Бейсенбі сағат 9:00 Қазы қалашығы. Қалайсыңдар, көпбастар? Саптаңға өттім. Жақсы, қалай деп отыр жалпы. Мен сабаққа айтпақшы, таңертең сабаққа келе жатамын ғой. И бір кішкентай қызды коляскамен автобусқа келе жатыр. Ішіне прямо андай не киіп алған. Школьная форма киіп алған. Хош. Олар да сабаққа барамын. Олар үйлерінен оқып ме, по идее? Вроде солай болу керек, по идее. Ол не, знаешь, анда неме универде инклюзивті білім беру деді ғой, басында оқытпайтын оны қандай мектепке бағдарлама білім беру. Біздің распределять тұрған сол сабақ. Я осыған орай біздің университетте инклюзивті білім беру деген сабақ қойып жатыр. Мүмкіндігі шектеулі жандарға білім беру, бізбен қатарлы бірге сабаққа бару. Қателеспесем, осы 1889 жылы 20 қарашада конвенциясы қабылданған. Сонда 90-ның ішінде де? 89 жылы сондай Содан бастап 89-дан бері әлі дұрыс дамымаған ғой, сондай енді қосылып келе жатыр ғой. Мен осы немеге инклюзивті деген оқығанда да неме сабақ деп отырмын ғой. Біздің өзіміздің мектептерде мұғалімдер жаңағы сондай балалардың үйіне барып сабақ беріп жатыр. Қазір мектепке келетін болған ғой. Мен қазір уже апай асығып отырдым да, қазір кету керекпін, үйге бару керекпін деп. Соларға Сабаққа беруге асығып. Мен жақында бір тәтемен сөйлесіп қалдым. Айтады, өзі мұғалім болып жұмыс істейді екен. Бір 6 сынып оқушылары 7-8 мүгедек оқушы бар екен, бірақ олар кәдімгі балалармен бірге сабақ оқып жатыр екен. Оларға бөлек әлі сынып ашылмаған екен. Енді олар сондай қоршаған ортасы сондай болу керек та, өздерін қыспау үшін, жақсы сезіну үшін. Менде тоже жеңгем айтады да, оларға арнайы партка ашылтырады екен. Олар мысалы артқы партада отырған кезде оларға мысалға қандай тақырып бердің, соған ол қалай атсалысты, қандай мысалы достижениеде жетістікке жетті, соның барлығын портфолио бастайды екен оларға. И соған Есімде. группа несетсіңдер. Ой, әңгіме айтып отырмыз ғой, кет. Аслай, привет. Сабақ бар ғой, қосылған инклюзивті білім беру деген. Сол жайлы айтып жатырмыз. Басында, знаешь, бәріміз білмей келіп өттік, ну, что за сабақ деп. Не жерде тұрып қалды едік? 90 жылдардың аяғында сонымен бірге 2002 жылы осы мүмкіндігі шектеулі балаларға медициналық, педагогикалық және түзету туралы заңдар қабылданған. Бұл дегеніміз осы мемлекетіміздің және де қоғамның дамуында осы мүмкіндігі шектеулі балаларға оң көзбен қараудың белгісі деп ойлайтын өз басым осы заң қабылданды. Медицина дегенде бар ғой, Қазақстанда по идее көп дамыған жоқ қой деп. Знаете, Германияда былай екен, мысалы сабаққа барады, сонда барлығы бірге қосылып оқиды ғой. И оқығаннан кейін оларда медициналық көмек, мысалы құлақ естімейтін, мысалы бұлшықеттер дұрыс жасамайтын балалар болады, олар мысалы сабақтан кейін сразу жанында сонда медицинский орталық тұрады. И оларға андай енді көмектеседі олар. Сразу сабақтан шыққаннан кейін сол жерге барады. И сразу қай жерде мектепте қандай неме бар, соның жанында сонда медицинский орталықтар болады. И соларға көмектесіп барды. Жаңа тағы мен естіген ақпарат бойынша осы мүмкіндігі шектеулі балаларға жалпы білім беретін ортаға кіріктіру тұжырымдамасы 2009 жылы бекітілген болған, енгізілген болған. Содан кейін 2000 Ересектердің құқықтары туралы конвенция 2006 жылы 13 желтоқсанда Нью-Йоркте қабылданған болады екен. Ол 50 баптан тұрған. Басқа елде одан бұрын қолға алынып қойған болған ғой. Негізі бұл жайлы осы инклюзивті білім беру туралы халықаралық құжаттарда қабылданған ба? Сен жаңа 2006 жылы болған. Сен айтқан 2006 жылы, иә? Негізі ол одан бұрында Нью-Йоркта 1989 жылы 20 қарашада балалардың құқықтары туралы конвенция қабылданған болды. Конвенция ғой. Жаңартылған болып тұр ғой, яғни 2006 жылы түсінікті. Жалпы енді инклюзивті білім беру деп айтып жатырсыңдар ғой, соның негізгі басты қағидалары не деп ойлайсыңдар? Мысалы мен балалардың тең құқылы болуы басты қағидасы да бар.
мүмкіндігі шектеулі бала болсын, кәдімгі жағдайдағы балалар болсын, барлығы тең құқылы. Өздерің білесіңдер, 1994 жылы Біріккен ұлттар ұйымында тең құқылы балаларға тең құқылы білім беру конвенциясы қабылданған болатын. Енді екінші, балалардың құқығына шектеу қоймау. Мысалы, сен оқымайсың, ол жерге бармайсың, ол мектепте оқымайсың деген шектеу қоймау керек секілді. Мысалы, кейбір мылқау адамдар, мысалы, есепті қатты шығара алады деген сияқты өзінің әрбір адамның қабілеті, таланты бар болады. Сол себепті оларға шектеу қоймау керек секілді. Екіншіден, ата-аналардың міндетті түрде сабақтарға қатысу, яғни 18 жасқа толмаған бала әрқайсысы ата-ананың қарамағында болады да, ол міндетті түрде оның Вақыт болды, уже сабақ басталады. Болды, сабақ басталады. Қойып кеттік. Жөндөр кеттік. Жалпы жақсы білім